Сәлеметсіз бе? Мен Айнормын, мобилографпын. Менің мамандығым айналамыздағы қызу өмірді түсіріп, оны басқа адамдарға көрсету. Бүгінгі күні бұл цифрлық мүмкіндіктер саласындағы ең сұранысқа ие мамандықтардың бірі. Сіздің де қолыңыздан келеді. Қалай дейсіз бе? Қазір бәрін ретімен айтып беремін. Менің қолыма алғаш рет бейнекамера 90-шы жылдары түсті. Онда өзімді ұлы режиссер ретінде сезініп, камерамды қолымнан тастамай, еш желімдеусіз тұтас фильмдерді түсіретінмін. Одан соң жыл сайын камерасы жақсы ұялы телефондардың жаңа үлгілері шыға бастады. Оларда камерада бірнешеу, бейне көріністің өлшемдері де жоғары. Оларды өңдеудің жаңа бағдарламалары болғандықтан мол мүмкіндіктер ашылды. Бүгінгі күні адамдардың 99% қалтасында Голливудтың киностудиясы бар екендігін, шығармашылық тұрғыда смартфондар мол мүмкіндіктер беретіндігін және ұшқыр қиялы мен қабілеттерінің күшін білмейді де. Мобилография әрі кәсіп, әрі өнер. Ол табыс көзі. Кәсіби мамандар 1 минуттық бейне көріністі 300-500 мың теңгеге сатады. Жаныңа жағатын, даңқыңды шығаратын керемет туындылар түсіруге болады. Сондықтан мен өзімнің білетінімді басқаларға үйретуді ұйғардым. Бұл бәрінің қолынан келетіндігін көрсеткім келді. Мен Skills еңбекте автор болдым. Бұл өте оңай. Сіз тіркеліп, курстар деген бөлімге өтіп, курс ашуыңыз керек. Алдымен курс қалай аталатыны, ол қандай кәсіби салаға және мамандыққа жататыны, тыңдаушыға не беретіні сияқты негізгі ақпаратты жолдарға жазуыңыз қажет. Сондай-ақ автор өз сабақтарына жазылудың ақысыз, ақылы және промо сияқты 3 түрін көрсетуі тиіс. Төлем жасаудан бұрын 1 немесе 2 сабақ жалпы түсінік беретін сабақ тегін беріледі. Тыңдаушыларды ынталандыру үшін курстың соңында сертификат тапсырылады. Курсты жасау кезінде сертификат дизайнын жүктеуге болады. Сондай-ақ сабақтарыңыз қандай деңгейге арналғанын, жаңадан бастағандарға ма, немесе тәжірибесі бар мамандарға ма, бұны да көрсетуіміз керек. Автор тыңдаушыларын неге үйрететінін де егжей-тегжейлі сипаттауы тиіс. Нақты бір тәсілдер бойынша шағын бейне сабақтар жаза бастадым. Одан соң бұларды жанр, композиция туралы теория, түсініктер, оқиғалармен толықтырдым. Сөйтіп курс аштым. Тыңдаушылар пайда болды. Негізінде жастар, бірақ өздерінің шығармашылық мол мүмкіндіктерін көрсетіп жүрген кемел жастағылар да бар. Басқаларға пайдамды тигізіп жатқаныма қуаныштымын. Университетке түскенімде қандай мамандық иесі болатынымды елестете алмадым. Ал диплом алғанда оған тіпті икемнің жоқ екендігін түсіндім. Дегенмен мамандығым бойынша 1-2 жыл жұмыс істеп, ізденісте болдым. Менің ойымша біздің білім беру жүйеміз өзгеруі керек. Онда қазірдің өзінде күн өткен сайын жаңалықтар көбеюде. Себебі бүгініміз өзгеруде. Біз қазір өмір бойы бір нәрселерге үйренуіміз керек. Білім беру жүйесіндегі өзгерістер адамдарға орналасқан жеріне, жасына және жағдайына қарамастан білім алуға және дамуға мүмкіндік береді. Онлайн оқыту және өмір бойы ізденіс үстінде болып, оқу барлығына мүмкіндіктер береді. Менің анам 58-де, бухгалтерлік курстарға барып жүр. Әкем 64-те, автоэлектрші мамандығын оқып үйренуде. Сондықтан кез келген жаста да басқа қабілеттеріңді ашуға болады. Қолымда дипломым болғанымен, біраз әуре сарсаңға түскен мен, бір күні өзіме ұнайтын іспен шұғылданамын деп ұйғардым. Өте көп курстарды оқып, Skills еңбек деген керемет платформа тауып алдым. Сонда курстан өттім, көптеген бейне көріністер түсіріп, үздік түсірілімдерімнің жинағын жасадым. Осылайша аздап-аздап ісім ілгерілей бастады. Қазіргі кезде барлық өміріміз, бизнестеріміз әлеуметтік желілерде көрсетіледі. Әрбір кәсіп иесі өзінің ісін есте қалатын жарнама, бейне көрініс арқылы көрсеткісі келеді. Шағын компаниялар бір ролик түсіру үшін мамандарды жалдайды, ал корпорацияларда онымен тұтас бір бөлімдер айналысады. Бейне көрініс әлемнің кез келген нүктесіндегі жан түсінетін жаңа әмбебап құрал. Мені жұмыс қалды. Қазіргі кезде компаниямыз оның немен айналысып, нені мақтан тұтатынын, жалпы кім екенімізді бүкіл әлемге жариялап жүрмін. Осылайша мен ең бастысы адам өзін не қызықтыратынын білу керектігін түсіндім. Әуестенетін ісін әрдайым дамытып, курстардан өту, өздігінен жұмыстар жасап көру, қас шеберлердің әрекеттерін қайталап отыру керек. Сонда ертеме кеш пе өзің де ісіңнің маманы боласың. Skills еңбекпен бірге өмір бойы өзгеріңіз.